Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен 10 минутта дайын болатын үй жағдайында осындай керемет фри дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен өзіңізге қажетті картопты тазалап алып, осылай видеода көрсетілгендей соломка етіп турап аламыз. Мінекей барлық картопымызды турап алдық. Енді осы картопымызды салқын суға 3-4 мәрте жуып аламыз. Жуылған картоптарымызды толықтай кептіріп аламыз. Енді осы кептірілген картоптарымызды қызып тұрған майда 3-4 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің фриіміз дайын болды. Осының үстіне өз қалауларыңыз бойынша тұз сеуіп жіберсеңіздер де болады. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте керемет. Сіздерге де ұнайды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.